90 жылдық тарихы бар еліміздегі алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орындарының бірі Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті күні кеше табалдырық аттаған бірінші курс жастарын студент қатарына қабылдады. Армандарын арқалап, қиялдарын қанаттарына байлап келген жас ұландар бүгіннен бастап ресми түрде студент атанды. Енді олар студенттік кезең атты қызыққа толы өмірдің ақ парақтарын безендіретін болады. Талай студенттің биік шыңдарға жетуіне себепкер болған қасиетті мекенде студент болу жастарға берілген үлкен мүмкіндік екені сөзсіз. Бүгін студенттер күніне қабылдау кеші мен үшін бұнда келудің өзі керемет сәт. Жалпы Махамбет университетінде оқу ең бақытты кезім деп айтсам болады. Бірінші курс өте керемет шақ негізі. Бірінші айта кететінім білімді болу. Білімді болуға тырысу керек, сабақты да жақсы оқып, шараларға да белсене қатысып үлгеру керек. Сонда студенттік өмірдің шай керемет өтеді. Шежірелі тарихы бар білім ордасында осы кезге дейін 100 мыңнан аса маман даярланған. Бүгінгі таңда университетте 6 мыңнан аса студент сапалы білім алуда. Олардың қатары ресми түрде жаңа жалынды жастармен толықты. Аманатты қолдарына алған бірінші курс студенттері Махамбет университетінің студенті деген атқа лайықты болуға ант берді. Білім ордасының басшылығы жаңа толқыннан үкілі үміт күтеді. Салтанатты шарада сөз алған жастар ісі жөніндегі комитет жетекшісі Қонысбаев Абылай студенттерді ең қызықты сәттерге толы ұмытылмас шаққа қадам басқан сәтімен құттықтады. Бүгін сіздер үшін үлкен той, үлкен мереке, үлкен қуаныш. Өйткені дәл осы сәттен бастап сіздер университетімізді республикадағы көшбасшы жоғарғы оқу орындарының бірі, өр рухты батыр ақын Махамбет бабамыздың атын иеленген Батыс Қазақстан университетінің студенті атанғалы тұрсыздар. Сондықтан да баршаңызды осы сәтті пайдалана отырып университет ректоры, биология ғылымдарының кандидаты профессор Нұрлан Хабиболлаұлы Серғалиевтің атынан баршаңызды студенттер күнімен студенттік қатарға қабылдануларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Республикамызға танымал университетіміздің әрқашан абыройын бірге асқақтатайық. Алға Махамбет жастары, мереке құтты болсын! Салтанатты кеш мың бұралған би әсем әнмен әрленді. Достық, бірлік, ынтымақты ұран еткен жастарымыз бар өнерін ортаға салды.